Сәлеметсіздер ме? Мен Советова Жадыра Қызырбекқызы, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Сіздерге үздік өлкетану сабағына арналған сабаққа өзіндік талдауымды ұсынамын. Өздеріңіз көріп отырғандай, сабағымызды бастамас бұрын бақбақ гүлдері әдісімен психологиялық ахуал қалыптастырдық. Одан кейін WordWall платформасы арқылы үй жұмысын тексеріп, сабақтың тақырыбын болжады. Соңғы сұрақтар арқылы оқушылар аңыз туралы кеңінен тоқталатынымызды болжап айтып берді. Одан кейін ұлттық құндылығымыздың бірі ою екенін білесіздер. Сол ою түрлері әдісі арқылы оқушылар екі топқа бөлінді. Сабақтың мақсаты мен тақырыбы түсіндіріліп, Асан Қайғының жерге айтқан сыңы аңызынан ертіс өзені туралы айтылған жерін видеодан көрсетіп тыңдаттым. Ұзын аққан ертісті көргенде, мына шіркіннің баласы тойдым деп қарап отырмас. Қарным ашты деп жылап отырмас. Сиырдың мүйізі, домыздың құлағы шығып тұрған жер екен депті. Оқушылар екі мәтінмен де танысқаннан кейін бірінші топқа ертіс өзенінің шығу тарихы жайлы аңызды оқып, промпт сөздерді тауып, пикс-версия жасанды интеллектіне салып, мультсуреттерді құрастырды. Екінші топ ертіс өзенінің шығу тарихы жайлы аңызды оқып, Асан Қайғыға аңыз туралы хат жазды және суына жасанды интеллектісіне салып, оны әнге айналдырды. Сабақтың өн бойында желмая бағалауы жүзеге асты. Енді сіздерге бірінші және екінші топтың жасаған жұмыстарын ұсынамын. Құрметті Асан Қайғы,